Ассалаумағалейкум, армысыз қазақ елім, көрермендер, құрметті арнамыздың көрермендері. Бүгін біз Қызылорда қаласында орналасқан автовокзал жөнінде ақпарат беріп өтпекпіз. Қызылорда қаласында бірнеше автовокзал мен автостанциялар орналасқан. Олардың кейбіреулері осы сол жақ жағалауда ең маңызды орталығы болып, сол жағалауда орналасқан жаңа заманауи автовокзал болып саналады. Кешенде 6 перрон, 11 шығу алаңы, 30 автобус тұрағы, сауда орындары, қоғамдық тамақтану орындары мен автотұрақ бар. Күнделікті Қызылорда автовокзалынан 25 автобус 124 бағыт бойынша қатынайды. Оның ішінде халықаралық рейс Ташкентке бар. Облыс әкімі Қызылорда қаласындағы сол жақ жағалауда автовокзалдың ашылу салтанатына Нұрлыбек Нәлібаев қатысып, Қызылорда қаласының сол жақ жағалауында бой көтерген заманауи үлгідегі жаңа автовокзалдың ашылу рәсіміне қатысып, қала тұрғындарын құттықтаған болатын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы халыққа арнаған жолдауында көлік логистика саласы экономикамызды алға бастайтын басты күштің біріне айналуға тиіс деген болатын. Автобустар мен жолаушы тасымалдау үлкен сұранысқа ие қызмет. Жолаушылар мен жүк тасымалын ұлғайту, қызмет сапасын жақсарту мақсатында өткен жылы жаңа автовокзал салу жөнінде шешім қабылданып, сырдың бас шаһары тағы бір әсем заманауи нысанмен толыққан болатын. Құрылысшыларымыздың құрыш қолынан шыққан осы ғимараттан аттанған жолаушылардың жолы ақ, сапары сәтті болсын. Аймақ экономикасының кірісін еселейтін көліктер легі толастамасын, ел мен елдің ағайын мен туыстың арасын жалғайтын татулықтың тұтқасы, сауда-саттық пен іскерлік байланыстың алтын көпірі болсын деді аймақ басшысы. Мен қала тұрғыны ретінде осы Қызылорда қаласының осындай теміржол, әуежайлардың жаңадан ашылып жатқанына қуанамыз. Және осы автовокзал, Қызылорда автовокзалының басшылығынан бірер сұхбат алған болатынбыз. Қызылорда қаласы сол жағалаудағы жаңа автовокзал басшысы Ечекенов Жалсынхан Бекназарұлы сіздерге қысқаша баяндап өтейін, мәлімет берейін сіздерге. Қызылорда қаласындағы сол жағалаудағы автовокзал 2024 жылы пайдалануға берілді. Қазіргі таңда өз жұмысын жоғары деңгейде көрсетіп жатыр. Автовокзалда жолаушыларға бәрі қызмет көрсетілген, жағдай жасалған қазір. Бала, асхана, магазин, жүргізушілер думасының бөлмесі қатысып бәрі жоғары деңгейде жұмыс жасалып жатыр. Қазіргі таңда жолаушылар назары біздер Қызылорда, Астана, Алматы, Сарыағаш, Жібек жолы, Жезқазған, Қарағанды бағыттары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар Қызылорда, Ташкент халықаралық рейсі бар бізде. Ташкентке прямой Ташкент рейсі. Сонымен қатар Күретам, Арал, Қазалы, Құсалы, Жалағаш бағыттарына күнделікті жүргізіліп жатыр. Жолаушыларға айтамын, келіңіздер, сапарларыңыз сәтті болсын. Тағы да бір қоса кететін мәселе, осы түсірілім барысында осы Қызылорда заманауи жаңа ашылған Қызылорда автовокзал басшылығына түсірілім үшін көптен көп алғысымызды білдіреміз. Жалпы іс-шарада Қызылорда облысының құрметті азаматы Айтбек Көшербаев жерлестерін құттықтады. Сондай-ақ нысан құрылысын сапалы жүргізуге атсалысқан барлық мердігер мекемелерге, қызметкерлерге облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Жаңа автовокзал халықтың талап тілегі мен сұранысына сай бюджет қаржысының есебінен 975 миллион теңгеге салынды. Мұнда жолаушылар мен жүргізушілерге мүмкіндігі шектеулі азаматтарға барлық жағдай қарастырылған. Жолаушылар автовокзалдан халықаралық және түрлі бағыттағы 38 маршрут бойынша сапарға шыға алады. Айта кетейік, соңғы жылдары Сыр өңірінде барлық саланың материалдық техникалық базасын, оның ішіндегі автопаркін жаңартуға басымдық берілуде. Қызылорда қаласындағы қоғамдық көліктің мәселесін түбегейлі шешу үшін жаңадан 300 автобус
мектеп оқушыларына 30 автобус, денсаулық сақтау саласына 70 жедел жәрдем көлігі, орманшыларға 95 техника, ветеринария саласына мамандарына 30, құқық қорғау органдарына 92 қызмет автокөліктері берілген болатын. Жалпы өзіме Қызылордада жаңадан ашылған автовокзал келген бетте жан-жаққа қарадым. Бірінші тап-таза, керемет. Арт жақтарында автобустардың өзінің орналасатын тораптары бар. Ішке кірген кезде 100-ден 150-ге дейінгі адамның отыратын орындықтары қарастырылған. Барлығы әжетхана, балаларға арналған, дәмхана, дүкендер орналасқан. Бейне жазба соңында еңбегіміз егер ұнап жатса сіздерге бағалап, бөлісіп, комментарий, пікір қалдырып, қазақ тілді арнамызды қолдап кетіңіздер. Арнамыз Құдай қаласа оқырмандар санын 500-ге жеткізейік бұйырса. Қош сау болыңыздар. Рахмет.